春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。再对秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Хансый сатқан, маған жабылмасыңдар ма? Жарайды, бір өзім бәріңе төтеп беремін. Келіңдер! Мағжау сізді сатқындық істеді деп ағат түсінді. Бәрібір өзіңізді ақтай алмайсыз. Онымен бірге ақмақ болғанша, саусауға барып бағынайық. Матың менің ақыреттік серттескен бауырым. Оған опасыздық істеуіме болмайды. Қазіргі кезде басқа шара жоқ. Хансанғұн, саспаңыз! Мен саған көмектесемін. Жебе жаудырыңдар. Хансый сатқын естідің бе? Саусау сыбайласың сені құтқаруға келіпті. Енді не айтарың бар? Көзіңді құртамын. Мұңши, ештің етпеге шығарсың. Амансың ба, Мұңши? Аңғын кез тұрып атың ағын, олары келді. Айқалсығанды қой! Саңғын! Тез саңғын сүйіп атқамын кізіңдер! Кедеріңдер! Мағар қашып кетпесін! Оның басын алғандарға 1000 сәрі алтын сыйлап, 10.000 басылық мәнсәбін. Оны тірі ұстағандарға Саңғын атағын беремін! Қуыңдар! Marhaban. Yem. Адам жанарын салғанда назарды бөлуге болмайды. Оқыпсыздық істегенде жанар нұрсыз болып қалады. Ием, салған перизаттардың жанары билеп жүрген мына бикештердің жанарынан да нұрлы екен.
Әрине солай болады ғой. Айта бер. Ләппәй. Ем. Сау-сау Уйси өзенінің жағасындағы Мачаудың 200 мың қолын жеңіп, Шиленға шабуылдапты. Мачаудың барар жер басар тауы қалмай, шарасынан жеңілген 50 мың қолын бастап, Ханчжуға барып, ханыңның бас уәли Жаңлуды паналапты. Сау-сау керемет екен ғой. Шилянды да басып алыпты. Енді Жаңлу Сау-сауға қалай төтеп беруге әзірленіп жатқан шығар. Жоқ. Жаңлу тіке бізге, яки Сичуанға төнгілі тұр. Немене? Ол Сау-саумен тіреспей, бізде несі бар екен? Ием ойлап көріңіз. Мачау Сау-сауға төтеп бере алмағанда, Жаңлу Сау-сауға қайдан төтеп берсін? Ханчжоудың жері шабуылдауға оңай, қорғануға қолайсыз. Жаңлу табан тіреп тұрамын дейді екен, ең жақсы әдіс Мачауды саңғындың орынға қойып, Шичуанды алып, Шичуанмен Ханчжоуды біріктіріп, Сау-саумен тіресу. Егер ол жеңілетін болса, Ханчжоуды береді де, Шичуанның бекінісіндегі қолайлығынан пайдаланып, осы өңірді емденіп қала береді. Шичуанның бекініске қолайлы жер екенін біле тұра, несін алаңдайсың? Жаңлу келе берсін. Менің 200 мың қолым бар, қорқарым жоқ. Ием, Жаңлудың бұрыннан батысқа ірге кеңейту ниеті бар болатын. Ал қазір оған жойқын Сардар Мачау қосылып, жолбарысқа қанат біткендей болды. Мачау сондай керемет пе? Саңғындарымнан оны басып түсер ешкім жоқ па? Ием, Либуды білетін шығарсыз? Әрине. Қолына қинақ ұстап, қоян торы мінген онымен белдесетін ешкім жоқ. Сау-сау Мачаудың ерлігі Либудан қалыспайды депті. Уйши шайқасында Сау-сау Мачаудың сақал мұртын күзіп, қашуға мәжбүрлеп, сонымен жанын ала жаздапты. Ал Сау-сау алжастыру айласын қолданып, Мачаудың тегеуірінен әлдер құтылыпты. Юңнен, сенше біз енді қайсек болар? Шичуандағы ордаға мол тарту таралғы ұсынып, Сау-саумен одақтасып, онан қосын шығарып, Ханчжоуға шабуылдауды өтінейік. Сонда ғана Жаңлудың батысқа ірге кеңейту арам ойы іске аспай, Шичуан қатерден аман қалады. Жарайды, жақсы. Юңнен, мен сені ел жетіп Шичуандағы Сау-сауға жіберейін. Ләппәй. Еміз бұндай топас болғанда, Сичуанда бейбітшілік орнауына кім кепіл болады? Бұл жол аман қалғанымызбен болашағымызды болжау қиын. Амал қанша. Екеуіміздің ақыл парасатымыз осы топастың қолында қор болатын болды. Лиужанға тәңір Сичуанды сыйлады. Алайда ол Сичуанның қадіріне жете алмай отыр. Сичуанның 41 аймағында халықтың ертеңін ойлағанда, бізге кемеңгер ақыл парасатты басшы қажет. Фажан, емізге опасыздық істемексің бе? Жансоң, мен ежелден сені жеріміздегі дарындының бірі деп есептеуші едім. Ойламыңның онша таяз екенін білмеппін. Жарайды, мен ұстап беріп Лиужаннан сүйінші сұра. Шаужы, сен расында жүректі екенсің. Юңнен аға, сіздің досындай ойыңыз бар ма еді? Бергел. Бергел. Былай. Мынаған қара. Бұл не? Шичуанда 12 аймақтың картасы ғой. Шичуан жерінің бекінісі күшті екені жұртқа мәлім. Егер карта болмаса, самын қол келген күндеді Шичуанды алу қиын. Мына картаны мен 3 жыл уақыт жұмсап сызып бітірдім. Бұған Шичуанның жер бедері, өткөлдері,
қиян асулары, жасақ тұрағы, үкімет қасына астық қамбалары түгел түсірілген. Бұл карта кімнің қолында түссе, сол Шичуанның жартысына ие болды дей бер. Ендеше, сіз бұл картаны кімге тарту етпексіз? Шичуандағы Сау-Сауға. Ол арманы асқақ, қалың қолмен ерген, патша жарлығын ұстанған заманымыздағы бірден-бір чон жар. Шичуан оның меңгеруін өтетін болса, халыққа баянды тыныштық орнайды. Екеуімізге де қанат қағып шарықтайтын орай туады. Сау-Сау, хан патшалығының уәзірі болғанымен, хан патшалығына опасыздық істеп отыр. Сіз неге бұл картаны Лю Бейге тарту етпейсіз? Ол әрі патша өлеті, әрі Жиңжудың 9 аймағын билеп отырған ардагер азамат. Қасында данышпан Жугулян, қару өнерінің алыптары Гуанүй, Жаңфи, Жауин сияқты ерен батырлар жүр. Болашақта ұлаға түстіндірады. Сау-Сау мен Сүнчан емленген жердің ортасындағы Жиңжудың ертелі-кеш қолдан кетері даусыз. Лю Бейдің ұлағатты істеуі былай тұрсын, қарабасын аман алып қалуы қиын болып тұр. Ал қадірлі бауырым, сенің хан патшалығының уәзірі патшаға опасыздық істеді деуің сыңар жақтылы көзқарас. Өмірде басқалардың иянаттығына ұшырамайтын, басқаларды иянаттамайтын адам бар ма? Қалай иянаттасақ та Сау-Сау ең соңында өктемдігінің арқасында жұртты мойындатты. Егер Лю Бейді ардагер қожа десек, онда Сау-Сау тегеурінді чонжар. Балаққан заманда ардагер қожаны тегеурінді чонжар жеңеді. Ағасы, қашан аттанасыз? Ертең аттанып, бір айдан соң Шичуанға жетемін. Жарайды. Сапарыңыз сәтті болсын. Рахмет. Бас уәзір, мынау батысқа жору жасаған кезімізде жасақтар мен көлікке жұмсалған қаржы тізімдігі. Міне, көріп шығыңыз. Осынша көп пе? Саухун, Шуйхуан, Шахуян қосындарының тең жартысы жазым болды. Жиңжу, Ижу, Шижудың башы кірісі таққа таусылыпты. Бұл соғыста 8 жыл бой жинаған астығымыздың 7 үлесін жұмсадық. Шығын айтып айтпай аз емес екен. Алайда ұзақтан қарағанда біздің табысымыз мол. Ең әуелі терістік шекарадан алаңдамайтын болдық. Онан қалса біз Шилияңның 8 аймағына ие болдық. Шилияң, Қуаң, суық жер. Онан арғымақ, ержүрек батыр көп шығады. Біздің күндік жазықты алғанымызға да 10 жылға таяған шығар. Қосынымыздың айбаты бәсеңдей бастады. Сондықтан Шилияң азаматтарымен қосынымызды толықтыруымыз керек. Бас уәзір айтқандарыңыз орынды. Алайда Шилияң бізден бөлініп кеткелі мафамилиялы әкелі баланың тізгіндеуінде болды. Біз оны жағына өзімізге қаратып отырмыз. Жұрт көңілі орынға қойған жоқ. Атсыздар құлазып, бос қалып, қияндар баж тапсырудан бас тартып, жастар әскер болуға көнбей отыр. Қазірден бастап үшті жақсы істеуге күш салыңдар. Қай үшіз? Бірінші, халық тұрмысын жақсартыңдар. Екінші, тың игеріңдер. Үшінші, соғысты тоқтатыңдар. Бас уәзір, ашалап айтыңыз. Шилияң ежелден кедей жер. Оның үстіне бұл өңірде ұзақ жыл соғыс алапаты толастамады. Осының кесірінен халық тұрмысы күн сайын нашарлады. Бұйрығымды жеткіз. Шилияңдағы қалың қолдың жергіліктен астық алуына тыйым салынсын. Кімде-кім халықтың бір түйір дәніне тиіссе, бас алынсын.
Жаңан қамбасындағы әскери әзірлікке дайындалған барлық астықты Шилянға тасып апарып, апат ұшыраған халыққа үлестіріңдер. Онан Шиляндағы 8 аймақтағы халықтан 2 жылға дейін салық алынбасын. Ұқтым. Екіншісі... Абасанғын үйджин. Қартаң жасақтарды бастап Шиляндағы елсіз мекенге тың игеруге барсын. Оған барғандарға ақша, астық, ат сиыр, егіс дақылдары беріледі. Бастапқы 3 жылда алған өнімдері түгел өздеріне қалдырылады. 3 жылдан кейін 3-те 7 үлес бойынша бөліс жүргізіліп, қосындастықпен қамдайды. Ұқтым. Үшіншісі... Қазір қолымызда орта жазықтың 4 аймағы бар. Оған Шилянның барлық жерін қоссақ, неше мың шақырым байтақ жерге ие болған боламыз. Жасақтарымыз үртіс бірнеше жыл соғыс жүргізіп, әбден қалжырады. Сондықтан бірнеше жыл соғыс тоқтатып, жасақ тынықтырып, астық, жем-шөп жинап, қару-жарақ жасауымыз керек. Қосынымыз әбден күшейгенде түстікке жорық жасаймыз. Демек, өзгелерді жеңеміз дейді екенбіз. Онда өзімізді құдіреттендіруіміз керек. Бас уәзір, мен дереу қаламгерлер мен қаругерлер жинап, бұл үш жобаны орналастырып атқартайын. Мәлімет, бас уәзір. Батыс Сычуандағы Лю-Жан Жансуңды елшетіп жіберіпті. Бара бер. Ләппәй. Батыс Сычуандағы Лю-Жан? Ол Лю-Бимен іргелес жатыр. Ежелден өз ісін өзі басқарып келген болатын. Менімен барыс-келіс жасап көрмеген. Аяқ астынан елші жібергені қалай? Елші Ижудың ерекшелігі Жансуң. Бас уәзір, бұл адам Лю-Жанның сенімдіксісі әрі қолғанаты. Сичуан әулетінде тамыры терең, ықпалды адам. Лю-Жан? Ол сірә не істемек? Маған ісі түсіп келіп тұрма әлде мені алдағалы келді ме? Бас уәзір, не болса да алдымен кезігіп көрмейсіз бе? Жоқ, онымен кезігуге болмайды. Сен Жансуңға барып айт. Ол бірнеше күн сарайда тосып жата тұрсын. Ләппәй. Немене? Бүгін бас уәзірдің тағы уақыты шықпай ма екен? Төрем, бүгін бас уәзір кіші ұлының жасқа толғандығын тойлайды екен. Сондықтан ол сізбен кезік алмаймын, түсінуін өтінем дейді. Немене? Кішкентай баласының туған күніне бола Батыс Сычуанның ерекше елшісін елеусіз қалдырған несі? Төрем, айыпқа бұйырмағайсыз, кешіргейсіз. Жорж сау-сауды кең пейіл, кемеңгер адам деушеді. Менше ол жалған мақтау секілді. Бас уәзір, бүгін 5-ші күн болды. Сарайдағылардың айтуынша, Жансуң әр күні шарап ішіп, өкпесін айтып жатыпты. Әуелі сізге кейістік білдірген секілді. Біз оған құрметсіздік істеген екенбіз. Оның бізге бір-екі ауыз өкпе білдіруі орынды. Ижу 1000 шақырым шалғайда. Оның мұнда жетуді оңай емес. Оған бүйтіп құрметсіздік істесек, сізді медет тұтпақ болған оның төресін ренжітіп аламыз ғой. Қанша айтқанмен Лю-Жанда бір елдің ұлығы ғой. Сен өтінген екенсің, ертең онымен кезгейін. Бас уәзір,
Жаңа ғана оған болысып сөйлеп тұрмап бедің. Жарай, талабыңды қабыл алдым. Тез бар болған хабарла. Мен бас уәзірдің не ойлап отырғанын түсінбедім. Естуімше, Шичаңдағы мәнсәптілер жемқорлыққа салынып, 10 жылдың алдындағы лоянға құсап қалыпты. Сырттан келген мәнсәптілер қалаға кірмек болса, сарайдағыларға пара береді екен. Сен де Жаңсұңнан тиын-тебен жегеннен сауымсың өзі. Мен әсте ондай адам емеспін. Мен саған қалжыңдап отырмын. Жоңды, сен расында жуас адам екенсің, Бас уәзір, жуас адамды ақымақ қылмаңызшы. Жарайды. Онда жуас адамның алдында жалған айтпайық. Менің Жаңсұңмен талай күннен бері кездеспей қоюымдағы себеп, оның келу мақсатын біле алмадым. Ал қазір түсінгендей болдым. Сондықтан ертең онымен кездесейін. Батыс Сычуанның ерекше елшісі Ижудан келген Жаңсұң бас уәзірге жолығуға келіп тұр. Неміне қайғайлайсың? Жаңсұң деген кім? Семсің? Тоса тұрыңыз. Менмін. Ерекшел сіз болдыңыз ғой, сәл емессіз бе? Бүгін бас уәзір қарбалас, қайтып барып тосыңыздар. Әй, тосқаным 6 күн болды. Шың үйдің айтуы бойынша бас уәзірге кезігуге келіп тұрмын. Бұлай деңіз. Онда күте тұрыңыз. Мен барып қайта қабарлап келейін. Не ағып тұрсың ай? Тез барсаңшы. Құрғақ қасық хау жыртат деген емес бе? Немене? Мен Ижудың елшісімін. Алыстан ат арылтып бас уәзірге жолығуға келіп тұрмын. Сонда сен менен бірдеңе дәм етіп тұрмысың? Төрем, қайдан келсеңіз де, орданың қағидасын бұзуға болмайды. Аба, осы елдің салтына бойсынайық. Міне. Рахмет аба. Осында күтіңіз. Мен дереу барып хабарлап келейін. Сарайдың абзат екесі боламын. Бұйрық бойынша жаңабаны қарсы алуға келдім. Бас уәзір қайда? Қанеки. Бас уәзір. Батыс Сычуанның ерекше елшісі келді. Ижудың елшісі Жаңсұңнан бас уәзірге сәлем. Сен әлгі Жаңлық Жаңсұңбысың? Пақырыңыздың фамилиясы Жаң, есімім Сұң, Жаңсұң. Сенің фамилияң Жуан емес, Жаң екен ғой. Жаңлық, сенің қожаң Леужаң не себепті ұзақ жылдардан бері алман салық төлемейді? Жол қиын,
ұры қарақшы көп, келуіміз қиын болды. Көкіме, мен әлдеқашан кіндік жазықты тыныштандырдым. Қазір ел тыныш, халық алаңсыз тұрмыс кешіруде. Қайда құрығары? Түстікте Сүнчуан, терістікте Жаңлу, батыстағы Любей өз алдында қожа болып, неше жүз мың қол ұстап тұрғанда қайдан тыныштық болсын? Жаңсың, сен елші бола тұра, Дебиба дегенді білмейді екенсің, а? Менің фамилиям Жаң, есімім Соң. Бас уәзір. Мен Әдебибаны әптен білемін. Алыстан ат арытып, қонақ жайда 6 күн жаттым. Бұл жырапсың. Жаңаба, сіздің алыстан келгеніңізді бас уәзір ескеріп, кеңшілік істеп жазаламады. Жаңа оған алғыс білдіруіңіз керек еді. Мен жарамсақтанып, қорша жорғалауды білмейтін жамман. Батыс шуандықтарды жарамсақтануды білмейді дейсіз. Сонда шишуандағылардың бәрі жағымпаз деп қалдыңыз ба? Қалай екенін жақсы білесіз. Сен... Жоңда, үйрығымды жеткіз. Ләппай. 2 күннен соң Шишуандағы әрқайсы қосыннан 30 мың жасақ таңдап, батыс жаттығу алаңына жинаңдар. Мен олардың жаттығуын көзден кешіремін. Бас уәзір, Шишуанда тұратын қосын 40 мың болатын. Батысты тыныштандыру жорығына қатынасып 20 мың жасақ қана қалды. 30 мың жасақты қайдан табамыз? Онда етін лояңнан түнделетіп алып келіңдер. Қазір қосынымыздағы жасақтар әптен қалжырады. Қанша қалжырап тұрса да жаттығу жасасын. Егер жау қосыны бүгін түнде жетіп келсе, оларға біз бүгін шаршап тұр едік. Ертең келіңдер дейміз бе? Жусаңғынға тапсыр. Жаттығу айбатты болсын. Жаттығуды ақсатып, сүлкінсіз болғандар, соғыста жеңілгендер қатарында жазаға тартылсын. Ләппей. Жаңаба, бас уәзір әскери істермен қарбалас болғандықтан осында сізбен кезігетін болды. Жаңаба, бақасы жоқ. Қонақ үй иесінің еркіне бағады. Қане. Жаңаба. Мархабат. Қанекей. Ижудың төресі Жаңсұңнан бас уәзірге сәлем. Жаң төре, сен Сычуанда осындай айбатты қосын көріп бедің. Жеріміздің қожасы Лю Жаң өз халқын мейірімділікпен басқарып келді. Ешқашан жаугершілік көрген емес. Бұл не дегенің? Сен мені мейірімсіз деп тұрмысың? Бас уәзір, арыстандай айбатыңыз тұрғанда бұлай айтуға қалай батылым барсын? Жаңсың, әлемдегі бектер менің алдында құрша жорғалайды. Қалың қолым жер әлемді жайпап, соғыста жеңіліп көрмеді. Маған тізе бүккендер аман қалады, қарсы шыққандар құрдымға кетеді. Оны білесің бе? Білемін, бас уәзір. Сіз қалың қол бастап соғыс салуға шеберсіз. Соғыста ылғида жеңіспен олжалық айтасыз. Мен мұны қалай білмеймін? Мәселен, Хуяңда Любейға шабуылдағаныңызды.
Вэншин қаласында Жаңшиумен чайқасқаныңызды, Шыбыйда Жуланға кездескеніңізді, Хуарыңда Куәймен жолыққаныңызды, Туңғанда сақал мұртыңызды күзеп тоныңыздан айырылғаныңызды, Вейшиде кемеге жасырдып жебеден тасаланғаныңызды әбден білемін. Сұмпайы, бұтып шатыма, кеңдер, басын алыңдар. Ләппәй! Бас уәзірі шуңызды басыңыз. Жаңсың әдепсіздік істегенімен алыстан атартып Шитжанға тарту таралығымен келіп отыр. Егер оның басын алсаңыз алыстағы есін өкпелеп қаласыз. Ежелден елшіні өлтірмейтін заң бар. Оның үстіне Лиужаң Жаңсыңды рақайласуға жіберіп отыр. Құдық түбінде отырып аспан күзеткен сүмелек, өзінің кім екенін білмеген анжақ. Егер сен екеуінің өтінішің болмаса, мынаның басын алар едім. Келіңдер. Бармыз! Сойылға жығып қуып жіберіңдер. Ләппай! Ижудан келген әлгі сұмпай кетті ме? Сойылға жығылған Жаңсың қонақжайға барып қоржын қолағын жиыстырып, түстік қақпадан зытып берді. Кеткен жөн болыпты. Кетуге тиісті адам кеткенде бар, келуге тиісті адам келеді. Бас уәзір, Жаңсыңды мұнша тәлке кеткеніңіз не? Түсінсем бұйырмасын. Егер сен де оның байыбына бара алмаған болсаң, бұл әдісім сәтті болған көрінеді. Ойлап көрші, Мачау соғыстан жеңіліп, Жаңлуды паналады. Ал Жаңлу Ханжыңды қолдан бермеу үшін екі жолды таңдау керек. Бірі маған бағыну, екіншісі батыс Сычуанды алу. Қазір Жаңлу Мачауды қанат астына алып отыр. Сондықтан оның маған бағынуы мүмкін емес. Ол тек батыс Сычуанға шабуылдайды. Ижудағы Лиужаң ұзақ жылдан бері ордаға салық тапсырмай келген болатын. Аяқ астынан елші жіберіп тарту таралық ұсынудағы мақсаты бесенеден белгілі. Лиужаң Жаңлудан қорқып, Мачаудың батыс Сычуанға шабуылдауынан алаңдағандықтан бас уәзірге Жаңсыңды елшетіп жіберіп, бас уәзірдің әскер шығарып Жаңлумен соғысып өзін қорғауын өтінген екен. Оның талабын қабыл алуыма, тойтаруыма да болмайтын болды. Сондықтан оның елшісі қасақаны ренжітіп жолға салдым. Бас уәзір олардың тілегін қабыл алып, батыс Сычуанмен одақтасып, Ханжунға неге шабуылдамадық? Бұлай болғанда Ханжунға ие болумен бірге Мачаудың көзін құртып, екі алып биге шығар едік қой. Біз негізгі жоба жасап, бірнеше жыл соғыс тоқтатуға бекідік. Енді жорыққа аттансақ болмайды. Бұрынғыларда жауыңнан 10 мың адам жойсаң, өзіңнен 8 мың адам шығын болады деген сөз бар. Қазіргі қуатымыздан қарағанда, қайратқа мініп Ханжунды алуымызға шамамыз әбден жетеді. Егер осы кезде Сунчан мен Леубей келіп, бізге тиісетін болса, Шичан қатерде қалады. Сондықтан біздің орай күтіп жасақ тынықтырғанымыз жөн. Оның үстіне үлкен жоба жасалған екен, оны өзгертуге әсте болмайды. Бас уәзір соғысуды қаламай, әрі оны білдіргіңіз келмегендіктен таңдаулы жасақтарды жаттықтырып, айбат көрсеткен екенсіз ғой. Жаңсың мүләйім болып тұрғанымен, асқан зымиян. Оның үстіне әк адам. Мен оны ұнатпаймын. Аба, Ижуға қайту үшін батысқа жүрмей қалайша шығысқа кетіп барамыз. Мен алдиярға саусауды жасақ шығарып, Ханжунды алуға көтіремін деп уәде беріп келіп едім. Ал міне құралақан қайтып барамын. Сычуандағы бәнсаптылардың мені сайқымазақ етері таусыз. Енді алдиярдың алдына не бетімен барамын. Батыс Сычуанды саусауға ұсынбақ болып келіп едім, оның пиғылының мұндай тар екенін кім білген? Саусаудың менмен суы соншалық. Оның сарайындағы күзетшілердің өзі бізден пара сұрады. Мұндай адам бас уәзір болуға лайық емес. Болған күнде де ұзаққа бармайды. Аба, ең жақсысы біз Ижуға қайтып кетейік. Алдымыз қай жер болды? Енжу шекарасы ғой деймін. Онда Леубейдің мекеніне таяқ қалыппыз. Абайлайық. Кім екенімізді білдіруімізге істеп болмайды. Егер Чинжу жасақтарына жолығып қалсақ,
Өзімізді Сычуаннан келген саудагеріміз дейік. Аба, неге мұнша абыржисыз? Ием мен Люби екеуі бірдей хан патшалығының ұрпағы. Біз Любиден аттап, сау-саудан көмек сұрап бардық. Мұны Люби білсе, бізді оңдырмас. Иже ұлығының бұл салаваты Сычуанның саудагеріне ұқсап тұрған жоқ. Сіз кім болдыңыз? Пақырыңыз Фаңтың, қосал қатым Шиюан. Ұлан Самұрық деген лақамым бар. Таныстырып қойайын, ана тұрған Жеңжудың саңғыны Гуанyin Чаң, ал ана тұрған Нәнжүн саңғыны Жаңида. Тәңірім-ау. Олар... Мен қанағасы Любидің бұйрығына сай осырата Жаңсың төрені тосып тұрғаныма ұзақ болды. Мен Жаңсың емеспін. Менің фамилиям Жуан, Сычуанның саудагерімін. Ой-бой, Юңнян бауыр. Енді жасырмай-ақ қой, сенің Чүчанға тарту тұралғысына барғаныңды ем әлде қашан біліп болған. Екінісі мені 300 шақырым жерден сені қарсы алуға жіберіп отыр. Юңнян бауыр, қанеки бірге жүрмейміз бе? Қанағасы Люби мені шақырып қайтеді. Сау-сау, отағасындық силастық байқаталмағанымен біздің төреміз мейман, дос. Юңнян бауыр, қане, мәрхабат. Мырза, күймеге шығыңыз. Мырза, күймеге шығыңыз. Қанеки? Жаңаба, мәрхабат. Любидің ұстанған жолын жұрт бекер мақтамаған екен. Кең жолық Любиден Жаңабаға сәлем. Қанағасының мұншалықты салтанатпен қарсы алуына бөленетін кім едім? Мен өмірімде мұндай құрметке бөленіп көрген емеспін. Юңнян есіміңізге бұрыннан қанық едім. Шер шалғай болып нәсихатыңызды ести алмадым. Бүгін мырзаның батысы Сычуанға қайтқанын естіп, Юнчаң мен Идіні қарсы алуға жібергем. Егер мазалаған болсам, айып етпегейсіз. Мырзаны қарапайым ауылымызда күтіп алып, мауқымды басқаныма төбім көкке бір-ақ әлі жетпей тұр. Ой-бой, қанағасы. Шыны қыласыңызға мен де қатты тебіреніп тұрмын. Десе де, бұл қарсы алу салты ел басыларда ғана лайық. Пақырыңыз мұндай құрметке бөленуге тиісті емес. Мырза, сізде ел ардагерсіз. Сізді елбасы қатарында қарсы алуға неге болмасқа? Сіздің еңіз Леужийі менің қанағам. Бүгін мырза сізді көргенде Ейжудағы қанағамен дидарласқандай болып тұрмын. Қалеки. Қанағасы, мархабат. Бұл жалауда Чабидағы зор шайқаста Сау-Саудан олжылап алғам. Ал мыналар Сау-Саудың бас қолбасшысының жалауы. Сауреннің аға саңғын жалауы. Жаңлияудың жарлық туы. Шүйшудың алай жалауы.
Юңнян бауырым, егер екіншінің көңілшек болмаған болса, сау-сау әлде қаша менің тұтқыным болар еді. Мен бүгін сау-саудың жеңілістерінің айғағы болған осы жалауда, ел ардагері сіздің табаныңызға төсеп тұрып, қарсы алуды жөн көрдім. Мен бұрын сау-сауды әлемдегі ең айбатты батыр деуші едім. Ал бүгін қанағасының дүниеде теңдесі жоқ ардагер екенін түсіндім. Қанағасының жер қайысқан қалың қолы тұрғанда, сау-сау қарашының жер құшар мұнда тұрғаны. Ұлы хан патшалығының дарқан даласы ертеме кеш қанағасы сізге тән болады. Асыра мақтадыңыз, оған лайық емеспін. Мырза Қанекей. Юңнян, сен еге ер, төтенше адал жансың. Саған бір тост ұсынайын. Қанекей. Көтерейік. Жаңаба, мен де сізге бір тостаған ұсынайын. Көтерейік. Қане. Мен жаңаба секілді адамды ерекше құрметтеймін. Қане, сізге бір кесе ұсынайын, өзім 3 кесе ішейін. Жоқ, жаңсан ғын, мен арақ көтер алмаймын. Мас болып болдым. Сіз мен секілді оқымаған жанды бойыңызға тоғытпай отырған шығарсыз. Жоға, мен расында мас болып болдым. Мырза, сау-саудан қорықпаған жерде бір кесе шараптан қорқасыз ба? Алып қойайын. Мақыл. Қане. Көтерейік. Қане, көтерейік.天下英雄谁是